Отбасы деген не? Отбасы жарық дүниеге көзіңді ашқан сәттен бастап айналып толғанып, қорғап қоршап бауырына басатын теңдессіз ыстық ұя. Отбасы дүниеге шыр етіп келген сәбидің бірінші рет өзін сенімді сезінетін, жан рахатына бөленетін алғашқы бақыты. Отбасының жаңа қосылған мүшесіне анасы дүниеге келген сәттен құлағына сүйіспеншілік толы үнмен оған жалғыз емес екенін сыбырласа, әкесі жанында қолдаушысының әрқашан арқа сүйер асқар таудай сенімді тірегінің бар екенін сездіруге тырысып жатады. Сәби мына кең дүниені оған жанұясының ашып берген көз арқылы көре бастайды. Жылдар жылжып, балалық шақ өтіп, жастық шақ жетіп жеткіншек болады. Отбасы өмірдің әр баспалдағын өз аяқтарымен басу үшін сәбиін қанаттандырып өмірге баулайды. Балаға жан қиярлықты, опалы болуды, жақсы мінезбен иман негіздерін үйрететін кең ауқымды тәрбие мекені. Әр адам ұлттық мәдениет, дәстүр және құндылықтарды отбасынан мирас етіп алады. Адам баласы қайғыны да қуанышты да отбасымен бөліседі. Жауапкершілік, әділеттілік және ар-намыстың не екенін отбасында көреді. Адамгершілік сезімдері қалыптасады, алғашқы дағдыларды меңгереді. Осы жерде бала алғаш басына түскен әр түрлі тұрмыс иірімдерінен шығудың жолын іздеп шама